Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бізде қазір қазақ тіл сабағы 67-ші сабақ синоним деген не тақырыбын өтеміз. Оқулықтарының 8-ші бетін ашып дайындалайық. Бүгін сенің меңгеретінің синоним сөздерді ажырату және оны жаттығу кезінде сөздерде қолдану. Сонымен қатар тақырып бойынша мәтін мазмұнын болжайтын боласыңдар. Ендеше сабақтарыңа сәттілік. Балалар, біз өткен сабақта сөз мағынасына қарай үшке бөлінетінін білдік және антониммен таныстық. Антоним ол қарама-қарсы мағыналас сөздер. Мысалы, мынау тапсырмаға назар аударайық. Бірінші бағанды бәріміз орындайық, ал қалған екі бағанды өздерің орындап көріңдер және сол сөздерді есте сақтап алыңдар. Аласа, биік, кең, тар, ауыр, жеңіл, қатты, жұмсақ, ерте, кеш, жылы, суық, ақ, қара, жуан, жіңішке. Міне осылайша қарсы мағыналас сөздерін екінші, үшінші бағанды өздерің орындап көріңдер. Бұндай қарсы мәндес сөздерді антоним деп атайды. Енді балалар, осы сөз мағынасының келесі бір түрі біз бүгін синониммен танысамыз. Синоним мағынасы жуық, бір-біріне жақын сөздер екен. Ендеше, мынау тапсырмаға қарап көрейік. Әдемі. Мысалы, бір қызды немесе сипаттайтын болсақ, бір ананы, оған мынандай сөздерді қолдануымызға болады. Әдемі, әсем, келбетті, сұлу, ажарлы. Осы тұрған 5 сөздің 5-еуі де бір ғана мағынаны білдіреді екен. Бірақ жазылулары, дыбысталулары әртүрлі, ал мағыналары біреу. Мысалы, алыстағы бір ауылды айтатын болсақ, қашықта, алыста, шалғайда деп айтамыз. Үшеуі де бір мағынаны білдіреді, бірақ әртүрлі дыбыстармен дыбысталады. Жылдамдыққа байланысты тез, шапшаң, жылдам, лезде деген сөздерді қолдануға болады. Бұлар да солай, мағыналары бір, ал бірақ айтылулары әртүрлі. Бөтен, танымайтын, жат. Бұл біз танымайтын адамдарға айтылады. Үлкен, ірі, дәу деген сөздер болады. Міне бұл сөздерді де біз бір ғана мағынада түсінеміз, бірақ әртүрлі айтамыз. Балалар, сонымен естеріңе сақтап алыңдар, тілімізде білдіретін мағынасы бір-біріне жақын, бірақ дыбысталуы әр басқа сөздер бар. Мұндай сөздерді синоним сөздер деп атаймыз. Ендеше әр қарай біз оқулықпен жұмыс жасайық. Оқулығымыздың 9-шы жаттығуында жаңылтпаш берілген. Ол досың ба? Жолдасың ба? Ол досым да, жолдасым да. Сұраулы сөйлемге жауап жазылған. Осыны әдемілеп жадқа көшіріп жазыңдар. Және бұл жерде синоним сөздер бар. Ол досым, жолдасым. Осы екеуі де адамға жақын адамды білдіреді екен. Астын сызып қойыңдар. Келесі 10-шы жаттығу. Шынықтыр сен денені. Бұл өлең мазмұны бойынша сендер болжайсыңдар. Шынықтыр сен денені не туралы айтылуы мүмкін? Әрине, бұл денеңнің әдемі болып өсуі сымбатқа байланысты, иә? Өлеңді мәнерлеп оқисыңдар, дескрипторларды пайдаланыңдар, тақырып бойынша мазмұнында не туралы айтылады және әлі де тағы не туралы айтуға болады. Осыны дайындайсыңдар, өлеңді мәнерлеп оқисыңдар, өзіңнің ойыңмен жаңағы өлеңдегі сөздерді салыстырасыңдар. Ішіндегі қуат, ерлік сөздерінің синонимдарын табу керек. Бұл әрине ауызша орындалады. Қуат, ерлік сөздеріне мән берейік. Қуат ол адамның күші, ал ерлік деген ол батырлық, иә? Енді жазбаша тапсырмаларға қарайық. 11-ші тапсырманы жазамыз. Синоним сөздерді тауып бір-бірімен жұптаймыз.
Мысалы, абайлау деген сөз бар, байқау деген сөз бар. Олар бір-бірімен жұпталады, өйткені екеуі синоним сөздер. Бір-біріне мағыналас жақын сөздер. Осылайша берілген сөздерді бір-бірімен жұптап жазып шығыңдар. 12-ші жаттығу. Бұнда Әли мен Маржан синоним сөздерді дұрыс тапты ма дейді. Ал қараймыз. Әли шынығамыз, тынығамыз, жетілеміз деп айтқан екен. Ал Маржан болса салқын, тастай, мұздай деген сөздерді айтқан. Әрине, бұл жерде Маржанның сөзі өте бір-бірімен жақсы байланысқан екен. Жақсы, дұрыс сөздерді дәптерге көшіріп жазыңдар. 13-ші жаттығу. Оны өзің орындайсың. Ребусты шешіп, шешуіндегі шыққан сөздің синонимін табасың. Ендеше балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Мынау диаграмманы өздерің ауызша орындап, қорытындылап көріңдер. Бірінші бағанда тұрған және екінші көлденең тұрған сызықтағы сөздерді бір-бірімен ауызша біріктіріп көріңдер. Мысалы, мықты, оның синонимі күшті. Әуелі, оның синонимі алдымен. Осылайша өзің диаграмманы ауызша толтыруыңа болады. Бүгінгі көңіл күйің сенің өте жақсы болса екен деймін. Көңіл күй жақсы болса, тапсырма да жақсы жазылады. Ендеше сендердің сабақтарыңа сәттілік.